дуа бұл мұсылманның ең үлкен қаруы болып есептеледі. Адам сезбеген жағдайда, өзі білмеген жағдайда өте көп жақсылықтарды істеп қою мүмкін. Әсіресе билік иелеріне көбірек дуа қылуға әрекет қылыңдар. Сол мешіттердің имамдарына, халықтың басында тұрған кісілерге, түсінікті ме жоқ па? Өздерінің әке-шешелеріңді қалай дуа қылатын болсаңдар, тура сол сияқты мұсылмандарға ең керекті болған адамдарға жақсы дуа қылуға әрекет қылыңдар. Жағдай барынша. Сен білмейсің, сенің дуаң себепті қанша жақсылықтар болып кетуі мүмкін. Соның барлығы сен үшін жақсылық болып есептеледі. Түсінікті ме жоқ па? Осы күндерде адам кіші ме, үлкен бе, қай күнәсінен тауба қылатын болса, бейнилла азза ва жал кешіріледі. Ол кешірілмейді деп ойлаған адамның өзі надан. Бірақ айтылғандай таубаның шарттары менен өткен күнәларына өкініп, солай ма? Ақ иелерінің ақтарын беріп, со нәрсеге қайтпайтын дәрежеде ішінен қастанып, со күнәға. Солай ма жоқ па? Соменен, ықыласпенен Аллах субханаху ва таалаға болған иманың менен тауба қылатын болсаң, Аллах субханаху ва таала өзін өте көп күнәларды кешіруші деген аттары, оның сипаттары бар. Ғафур, афу. Біз сол үшін Айша сұрайды ғой, я Расулаллах, мен қадір кешесіне сай кеп қалатын болсам, қандай дуа қылсам деп. Солай ма? Осы дуаны айтады. Дүние басқа нәрсені сұрамайды. Аллахумма иннака афуун тухиббун афва фа'фу анни. Аллах, сен өте көп кешірушісің. Кешіруді жақсы көреді. Демек, Аллах кешіруді жақсы көреді деген. Қалай? Иман иесі үшін, әхлі сүнна үшін қаншалық жақсы құрметті хабар, оны иман иесі сезеді. Қалай? Аллах жақсы көреді екен.